негізі жаңа атанікі өте дұрыс бар ғой, мен риза болдым сол кісіге. Жоқ, қыздікі дұрыс жеңше. Жоқ, несі дұрыс оның? Атанікі дұрыс. Несі дұрыс атаның? Жоқ, ата айтқан жоқ па? Айналайын деді. Көшеде ашық-шашық кетіп бара жатқан қызды көрсең, мысалы, көрініп тұр бәрі, дұрыс па? Енді өзің айтты ғой жаңа, мысалы, қораптың ішінде бірдеңе тұрса. Ойбай, ішінде не бар екен деп елтисің ғой. Жабық кең тұрған қыз сөйтіп елтисің. Не бар екен? Қыздікі дұрыс жеңше. Қарсаңшы, заманына сай киінген дұрыс адам деді. Еще көрініп тұрған нәрсені аласың ғой деді ғой. Ой, қош сен. Көрінбейтін нәрсе кім алады деді ғой. Тоқташы қазір, мен саған қазір дәлелдеп берейін. Мысалы, мына екеуі қыз деп алайық, мынау ашық қыз, мынау міне жабық қыз, киініп алған қара. Қайсысын аласың? Мынаны? Неге? Өйткені мынаны конфет екен көріп тұрмын да, мен мысалы мынаның ішінде тас бар ма, не бар екен білмеймін ғой. Қош? Иә? Көрдіңіз бе менікі дұрыс? Половина моя, половина